Арғап тұрыз, папа. Алло. Ой, міне, тамаша. Ал, бер қараймыз, папалар. Молодцы, міне, папалар, ағалар, сіздер қай жерде жүрсеңіздер де, қай жаққа кетсеңіздер де, сіздердің амандықтарыңызды тілеп, Алладан амандықтарыңызды сұрап отыратын осы ақ жаулықты аналарымыз, иә. Барып күштетіп, беттеріңізді сүйіп қойыңыздар, күштетіп, иә. Келді, бір шамалар соғып Апам ұрсып атыр, мен алу дегенде неге қарамайсың сен деп? Ничего, қарайды ғой келесіде. Құрметті қонақтар, бүткіл сырымыздың бәрінде ақтарып айтып қойдық. Иә, сабақ болсын жастарға деп жүрген. Тамаша бір достарға қошемет соғып қойыңыздар. Надира, приз бере ғой. Ал енді қадірлі қонақтар, сіз сияпаттарыңыз құтты болсын, кішкене бір ойын ойнап, достар болып, өзіңіз болып, бір әдемі демалып қалған сияқтымыз, бақыларыңызда қош келдіңіздер. Мен дегенмен де кешімізді әдемі тілектермен жалғап отырайық. Әдемі сөз кезегі ауылдас достар, класстастар деп жазылып қойған сияқты, иә? Ортаға шақырайық. Болат, Ақтоты, Нұрболат, Гүлсара, Бекет, Райса, Нұртай, Салданат, Сәрсенбай, Айгүл, Мереке, Алтыншаш, Байболат, Клара, Мейрам, Эльмира, Света, Хамидолла, Қарлығаш деп жазып қойған екен. Ауылдас достар, класстастар, ұлдастар, ортаға шақырамыз. Достар, класстастар, құрдастар, қош келдіңіздер. Ал енді құрметті қонақтар, баршаңызда Бекболат пен Ақмаралдың шаңырағында болып отырған жақсы дастарханда болып отырған екенбіз. Бұтақтарыңызға көп рахмет, осындай сый жасап отырған сіздерге. Енді жаңа айтып жатыр ғой, бәріміздің Мерген ауылында бірге оқып, бірге өскен достастарымыз. Қазір енді қалада жүргенде бар, Мейрам, Сәрсенбай, Байболаттар, біздер қалғанымыз ауылдан келіп тұр, Мерген ауылынан. Мен де қосып кет. Нұрлан мен Мәншік бәр. Енді бүкіл жақсылық тілейміз сіздерге. Өрісті өсіп отырған, жаңа айтқым келіп, қызғалдақты тәрбиелеп отырған ата-анасыздар, қыздарыңыз өрісті болсын, жиендеріміз керемет келісті болсын, жақсылықтарын көріңіздер, бұтақтарыңыздың. Құда-құдағайларыңызбен сыйласып, шаңыраққа бар жақсылық тілейміз. Құрметті тойшыларым, мен Бекболат Андастар Күйеуді бәрімізге нәдермен тойысын сөзді. Бәріміздің басымыз осы көп рахмет. Әлі Ақмарал туған құтты болсын. Жасқа жас тола бер. Тек қана бар денсаулық тілеймін. Ал енді құрметті қонақтар, құрметті құда-құдағайлар, достар, бәріміз де бүгін мына Бекболат пен Ақмаралдың күйеу балдары мен қыздарының ұйымдастырған мына құрдасымның 55 жасқа толып жатыр деп шақырғандарына қыздарға көп рахмет айтамын. Ауып алып шақырып жатқандар. Енді құрдас толып жатқан жасың құтты болсын. Денсаулығың мықты болсын. Бекболат екеуміз осы балдардың қызығына тоймай жүре беріңіздер. Тек жақсылықта кездесейік бәрімізде. Аман болайық. Рахмет.
Құрметті тойшылар, бүгін керемет отырыстың куәсі болып жатырмыз. Мынау Бекболат пен Ақмаралдың үш жаңа қызғалдағы қыз күйеулері үлкен тосын сый жасап, ауылдағы біздерді шақырып, тума-туыс, құда жекжат шақырып жатырған жайы бар. Құтты болсын отырысымыз. Енді бүгінгі кештің жаңа асап айтқандай гүлі біздің Нұрлан айтқандай басымыздың архиві бұрынғы оқыған кездегі небір соңғы жылдардағы естеліктен сыр шертетін шежірені шашатын десе Ақмаралдың мынау қолға түспей жарқырайтын нағыл тастай дара шауып жеткен 55 жасың 2-5-ің құттартып 100-ге дейін тұлпарының шашасына шаң жуытпай жетуіңе тілектеспін енді. Әр ата-ана қуанышы мен бақытты өзі өмір дүние сыйлаған ұрпағымен қызықты ғып, үш қыздарынан, екі қыздарынан бөліп отырған жаман жиендерін көбейе берсін. Солардың қызығына кенеле беріңіздер. Назгерінің қызығын көруге жеткізсін. Екеуің тек бір жастықта Алланың берген нығметімен соған бөленіп, әдемі қартаюды нәсіп етсін. Әрбір болашақтың ақтаңдар тек жақсылықпен қарсы алып, әр күндеріңіз тек сәттілікке толы болсын. Күйеуім бар телефоннан сәлем салады, инағатты ибалы келін дейтін. Иә, ал енді құрметті қонақтар, бүгін жайып жатқан дастарханның куәсі болып жатырмыз, өте қуаныштымыз. Ақмарал кластасымыз 55 жасқа толып, қыздары сюрприз жасап, бәрімізді басымызды қосып жатыр екен. Алла тек жағынан болсын деймін. Мына өсіп жатқан қызғалдақтардың қызығын көріңдер, Бекболат екеуі. Осы бір жастықты әдемі қартайыңдар дейді ғой. Бұл жастықты әдемі қартайып, ғұмырларың ұзақ болып өтсін деймін. Енді бәріңізді қош келіпсіздер, рахмет. Мына Ақмаралды сыйлап, елеп, Бекболат екеуі осы дастарханға келіп жатсыңдар. Бәріңізге де осындай жақсылық болсын, қуаныш болсын, құрмет болсын деймін. Енді не айтайын? Қыздарға үлкен рахмет. Қыздар, сендерде тек бақытты болыңдар, бақытты жанұя болыңдар. Сендердің көрегендіктеріңді біздер көріп отырмыз. Өте қуанып отырмыз. Тамаша Бекболат пен Ақмаралдың тәрбиелеген ұрпағы қандай күшті не көрсетіп жатыр деп біздерге. Өте қуаныштымыз. Рахмет, сендерге үлкен рахмет. Аналық атымызда бәріміз сендерге рахметімізді айтамыз. Рахмет ал бәрімізге де. Өздерің қасқаттайсыңдар, есің емессіңдер, құрметті тойшылар, бәріңізді мына қош келіп жатсыздар. Бекболат пен Ақмаралдың дастарханына. Енді мына бүгін Бекболаттың қыздарына рахмет айтамын. Көп осылай мамаларына сөз жасап, бәрімізді шақырып жатыр. Рахмет, қыздарым, біздерді қалдырмайсыңдар, әрқашанда өте ризамыз. Енді Ақас туғаның құтты болсын, құрдас. Денің сау болсын, бала-шағаның қызығын көріп, жиендерінің қызығын көріп те осылай Бекболат екеуің қоса қартайып, ақылшы болып отыра беріңдер. Ал қуанышы жағынан болсын. Ал Ақас енді құтты жасың болсын. Қыздарымызға рахмет, бақытты болыңдар. Бекболат екеуің қыздарым жиендерінің қызығын көріп, жұмақтың түрінен орын берсін. Ал құтты болсын. Осыламыздар. Құдағайларға бәріне рахмет. Ал кеттік, бірге құттықтап жіберейік әдемілеп. Құттықтаймыз! Орысша! Поздравляем! Ал кеттік, ағылшынша. 1, 2, 3. Оқымағандарыңа қосып сен бәрі. Молодцы, ауылдас достарға бір шапалақ соғып қойыңыздар. Әдемілеп суретке түсейік деді. Рахмет, стоп. Ана, алып келген конверттер
ертең случайно үйге кетіп қалып жүрмесін қайтадан. Әдемі табыстапса кейін. Құтты болсын, суретке түсейік. Ауылдас достар, құрдастар, класстастар, аман болыңыздар. Ал суретке түсейік сосын әдемілеп бір билейтін боламыз ордада. Енді мына керемет той болып жатыр ғой. Осындай керемет тойда сырнай мен күмбірлеген домбыраның үні шықпаса, қазақ деген атымызға сын болады. Мына төрде отыр ғой. Кезінде мына палаткеде тойда болғандар бар ма? Қол көтеріңіздерші. Палаткенің тойын көргендер. Мына бәрі палаткеден шыққандар екен ғой. Ендеше сол бір ностальгия болсын. Палаткеде кезінде тойлар қалай болатын еді? Таңға дейін, жанды дауысына, әтешін дауысына дейін қазылайтын еді ғой, таңды күштетіп. Ендеше бір ностальгия болсын. Тамаша бір баянмен, домбырамен, тамаша бір әндерден орындап берейік. Қалып алыңыздар. Аслан, Жаслан, Зелединовтар бір қошемет соғып қойыңыздар. Сылай тамақ алып отырыңыздар, ән тыңдап отырыңыздар, шай ішіп отырыңыздар. Ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз әсем әнде болсын. Енді достардың құрметіне, ауылдастардың құрметіне тамаша әндер орындап берейік, қалып алыңыздар. Енді мұна айтып жатырық қой. Сәл бір назарымызды ортаға аударайық. Жалпы айтып жатыр, Қаратөбенің балдарымыз деп. Шыны керек, баршамыз да ауылдық жерден шықтық қой. Ендеше бір ауыл жаққа саяхат болсын. Төрде отырған достардың құрметіне, ауылдас достардың құрметіне тамаша ән орындап берейік. Ендеше қалып алыңыздар, тамаша ән болсын. Ауылға барам, елге сапар деген тамаша. Сөздерім білетіндеріміз қосылып отырайық. Жол жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Ел жаққа барам, жүрегім белдеп ел жүрем. Ауылдың суы, ауылдың буы аңсаттай. Күймен тірліктің, түрбен шулары шаршатты. Жол жүрем бүгін, бармасам елге болмайды. Тынысымда шал, тіреймін елге маңдайды. Мен жақындарым, аттанып кеткен келмеске. Көз көргендерде азайып қаптай сол қайғы.
топырақта сүйеніп тұрып Шапалақ қошемет қайда? әжем сүйенген шарбақты тамаша көп рахмет ауылдастар аман болсын достар аман болсын көп рахмет Ой, бәрекелді. Міне, інісі, әрі класстасы, ауылдас достардың атынан бұл жерде, иә. Достардың атынан ғой, иә, ауылдас достардың ғой. Мерген ғой, иә? О, мергендіктер қайда бір шулап қоймейді. Күйеуінің атынан, иә, тамаша. Бір қошемет соғып қойыңыздар. Енді қадірлі қонақтар, тамаша ән шырқалып жатыр ғой. Мана той басталғаннан бері біздер тамаша ән айтып жатыр. Сіздер қошеметтеп жатырсыздар. Енді осы жерде әу демейтін қазақ жоқ қой, білесіздер. Мен біліп отырмын, мына жерде достар тойды көтереді. Мергеннен келіп отырған достар көтереді. Ағайын туыс пен құда жекжат итақта той көтереді. Бүгін енді анамыздың туған күнінде бір есте қалатындай, алдында Ақмаралдың туған күні күштеп тұрып ән айтып едік қой деп айтатындай, есте қалатындай қылып бәріміз ән айтайық, иә? Біздер бастап, сіздер қоштап, күштеп тұрып ән айтайықшы бәріміз, иә? Біздер мақтансақ немен мақтанамыз? Бишбармақпен мақтанамыз. Одан әрі ешқандай ұлт тартып ала алмайтын қасиетті қара домбырамызбен мақтанамыз. Домбыраны құдіретіне бір шапалақ соғып қойыңыздар қандырақ. Қазағымыздың домбырасы жасай берсін. Ай, тамаша. Ал, ескі әндерден болсын ендеше кеттік. Бірге айтайық. әлемнің жарығын сыйладың сен Қандырақ. қаланың әні жинадың сен маған сен бердің құстардың қанатын заңдаған қалалы құштарым өзіңе Ал, арнаған құдалар кеттік бірге. әлдиле аян өсірген самал жел сар құшағын есейіп мен саған сәлемін көгілдір көктемде өзіңнен танимын есейіп кетсең де мен саған сәлемін көгілдір көктемде өзіңнен танимын Тамаша, осы өмірде шалқайып аяқ басып жүргеніміз осы ақ жаулықты аналарымыздың арқасы. Аналарымызға бір қаттырақ шапалақ соғып қойыңыздар. Аналарымыз аман болсын. Енді білесіздер ғой, әкелеріміз болмаса, бізде де болмаса әкелеріміздің үлесі мол. Ендеше әкелердің құрметіне тамаша болсын. жас едің өмірлерін ойламаған күндерден не боларын ойламаған жарығым кетсең нағыз қанат қағып Сіздер айтасыздар. өзің жарықтың
едім, жастық шағым қайда менің жүрегімді Жаным ал бірге Нури Камал оймай Күнді ашыр жанарыңай Сіздер қолым үшін Аманым Ай тамаша Нури Камал Күнді ашыр Ал қаттырақ енді Қолым үшін Аудандарым Ал енді келесі әніміз мына жердегі достарға арнайыншы мына городской ма? Городской достарға арнайыншы кеттік бірге бір ауылды түлеп ұшқан жастар едік, бәріміз де өмір жолын бастар едік, бәріміз де жазылмаған бастар едік. достар айқай шу ойнап бірге бір дәуірді Өмірге армандастар замандастар еще раз кел бір дәуірді мөлдіреген достар ойнап өмір жолын армандастар кел ауылдастар кел бірге тойлап, бірге өткізген жалындағы жас шығып, талай қызыл күнді өткізген қайдасыңдар достарым, достар, достар, бірге еске алысы осындайда келші қайып бәріміз. Достар, достар, еске алысы еске алысы осындайда келші қайып бәріміз. Балауса қыз едің бір кезде, шашыңа тақпан тек өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойлама. Нұрлы бейнең жандай жарқын, жанарым сен өлерсің Ауылдарыңдай сен өлерсің еркем Ауылдарыңдай сен өлерсің еркем Ауылдарыңдай Шабалар Ой, тамаша. Шайдекпен ысылай шай келіп жатыр, шай қазақтың моторы дейді я. Ысылай шай ішіп отырыңыздар күштетіп я. Жарым папа келді міне я. Папаның атынан. Ой, тамаша. Дауыстарың жабылмасын деп. Құдағайдың атынан құдырсың да. Құдағайдың атынан тамаша келіп жатыр. Ой, бәрекелді. Ал. Көрде отырған достардың атынан тамаша келіп жатыр я. Қошемет салып қойыңыздар. Ал, қадірлі қонақтар, демалып отырып шай ішіңдер күштетіп, қош келіп жатсыздар, тамақ алып отырыңыздар. Енді әдемі сөз кезегі коллектив деп жазып қойған екен. Музыкальная школа дейді. Күтіп отыр как раз өздері. Ортаға шақырайық. Самира Мақсотқызы. Райжан, Ләззат, Ая, Күнсұлу, Нұргүл, Жарқынай деп жазып қойған. Самира Мақсотқызы тек қана, я. Ал кетіп ортаға тұрғанбыз. Меніңше. Birge жүрер күнде
дұрысын шығарыңыздар. Сейчас прическа у вас называется, прическа қалай болса солай называется. Көрелмей тұр ғой шашыңыз, да? Әдемі билеп жатсыз, бірақ аға, бір қосып жіберші, бір музыка бар ғой. Аға, би бөлек екен аға. Ортаға шығып шыға. Ана қара. Апаның шашы емес, маманың шашы неме. Ана қара. Шапалақ қайда. Шашыңызға жабысқысы келіп тұр. Қайта көзге түсіп тұр шашыңыздар. Міне ағам бұл менің. Кеттік аға. Майқыл Джексон. Стоп. Бір. Маман тұр. Ал. Мынау мықты матчал. Мынау Қазақстанда жоқ. Ардайын сізге. Қымбат матчал. Рахмет, бір қошемет тоқ қойыңдар. Рахмет. Енді бұлай жасайық. Бір бастық сөйлесін, бір бухгалтер сөйлесін. Сосын жұмыстан шықсы келіп жүрген бір сөйлесін, е? Ойнап айтыр. Қош келдіңіз. Мақсат қызы дегенсіз ғой, е? Қош келдіңіз. Құрметті қонақтар, бүгінгі мына мейрамханаға жиналған Ақмарал апайымыздың туған күніне жаңағы жиналып бәріміз жақсы көңіл көтеріп жатырсыздар. Бәріңізге де рахмет. Қош келдіңіздер. Біріншіден енді біздер Ақмарал апаймен қалай байланыстымыз, соны айтып жіберейін. Ол кісі ауылда, қазір сөйлеп отырған барсыздар, ол кісі ауылда бұл қаладағы нағылған коллектив деген сияқты. Бұл кісі осыдан 1-2 жыл болды кетіп қаламызға да. Бірталай жылдан бері біздің қаладағы Дина Нұрпейісова атындағы балалар музыка мектебі бар, үлкен шаңырақ, 200-дің үстінде оқытушысы бар, 2000-дай балаларымыз бар. Тәрбиелеп отырған сол шаңырақта біздің жұмыс жасады. Содан бері апайды біздер жақсы танимыз, ағайды да білеміз. Енді ол кісі бізге өте сыйлы, жаңа өздеріңіз айтып жатсыздар ғой, тұла бойы тұнып тұрған архив деп. Өзі сондай ақ көңіл, жаңағы аузын ашса жүрегі көрініп тұратын, сондай өзінің түрінен де көрініп тұр ғой қандай адам екені. Сондай өзіміздің ортамызда сыйлы, сондай қызметкер болды. Сондықтан да ол кісіні біздер өте қатты сыйлаймыз, өз басым қатты сыйлаймын. Сондықтан да кеше балалары өздері сюрприз жасаймыз деп отырғанда бірден мен өзім барам дедім. Енді қалғандарын білмеймін. Сондықтан да мен сізді сыйлағаннан келдім, және де сағынғаннан да келдік. Бұл кісінің әңгімесі шындап та шежіре біздер үшін. Сондықтан да бізде өте қадірлі қызметтер болды. Енді жасыңыз құтты болсын. Енді аға екеуміз бірге қартаймыздар. Енді тек жастан жасқа тола беріп, мына жерде құрдастарыңыз, құда-құдағайларыңыз келіп жатыр екен. Бәрі де сізді сыйлап келіп жатыр. Жаңағы балаларыңыздың сюрпризін енді қабыл алып, осылай сіздерге де рахмет. Қазіргі таңда жаңағы айтпақшы, мына Тимур мен Назира біздің енді сол музыка мектебінің театр бөлімінде жасайтын мұғалімдер. Ең жақсы, беделді, ортамызда жас болса да бас болып жүрген, өз-өздерін көрсетіп жүрген жақсы оқытушыларымыз деп айтуға болады. Әрине сіздерді де сыйлап келдік осы жерге. Сондықтан да сіздерге көп рахмет. Ата-ананы әр уақытта да сыйлау керек, қадірлеу керек, пір тұтуымыз керек, жоғарыға шығаруымыз керек. Сондықтан да енді бақытты болыңыздар. Тек осы әке-шешеңіздің қызығын көріп жүре беріңіздер сіздер. Ақмарал апай енді қайта-қайта алып кетіп жатырмын, бәрін де қамтып кеткім келіп жатыр. Енді сізге тек жақсылық тілеймін. Аға екеуіңіз бір жастықта қартайып, осы мына құрбы-құрдастарымыздың ортасында маған күшті көңіл көтеріп жатсыздар, қызығып отырмыз. Тек жақсылықта той-тойлап жүре беріңіз. Алла қосса, келем десеңіз біздің музыкальный школдың есігі ашық. Ағайдың құлағынан алтын сырға, ағайға да бірдеңе тауып беру болады. Жұмыс тауып беру болады. Сондықтан да тек қана жақсылық тілеймін. Рахмет.
Жана айтамын, Ақмарал апай мені көргенде шошып кетті деп. Сол сізді шошытайын деп келдік бүгін. Тек жақсылық болсын отбасымызға. Барлық жақсылық тілеймін. Мына айтып отырған достардың барлығына қосыламын. Жақсы сөздер айтылып жатыр. Тек қана аман жүріңіз. Давлениеңіз көтеріліп кетпесін. Я, мана басыңыз айналып тұр деген мен айтамын, апайдың давлениесі көтеріп тұрған сияқты деп білеміз ғой жұмыста. Сондықтан да давлениеңіз көтеріліп кетпесін, деніңіз сау болсын, тек жақсы болып. Осы ағай екеуміз әрбәсем қартайып, тек бала шағаңыздың қызын көріп жүре беріңіздер дегім келеді. Ағай сәлем айтты, Мұхаммедкали Сагитович. Тек дұғай біздегі әріптестер де, қыздар да өзіңіз білетін. Кім білет, соның барлығы сізге сәлем айтты. Рахмет. Тимур! Бәрін сөйлетіп қойын. Ләзіп кетіп қалмай атыр. Сөйлеші, бір сөйлеші бұл. Туған күні құтты болсын. Ешпен жасқа толады. Тек жиендеріңді қызын көр. Екеуміз қызын көріп орта беріңдер. Бәріңізге рахмет қыздар. Бақытты болсын. Дендері сауық, денсаулық беріп кетті. Ал енді сөйлетіп кетсек үшін. Келіңіздер, әдемі сөйлетіп кетсек. Тимур, кел, сен сөйлетіп кет. Ой, жапырша. Рахмет. Сақып қалған ба, әммен жүріп жатыр. Бірденен сұранып жатырмын, айтып кетпеңіздер. Ақмарал апайдан кейін жағаласын, мен жолдасым дүниеге қалыпты қазір 12-де сол кісі. Бір алаша. Сол кісіні енді құттықтауымыз керек, сондықтан айып етпеңіздер. Сарман сол, құттай қалатын кісі ғой. Мынаны бітіп тап, бәріміз дүниеге барамыз. Келіңіздер, 10-шы микрофон. Рахмет, құтты болсын. Бір қошемет сау болыңыздар. Мама, сіз кетіп қалыңыз тұрған сияқтысыз бірге. Кетші мұнда, папа мұнда ба? Папаға бір шапалақ соғып қойыңыздар. Енді, мама, бүгін енді сіздің бақытты күніңіз, қуанышты күніңіз, туған күніңіз ғой, құтты болсын. Енді бүгін осы сіздің папа екеуіңіздің қуанышыңызға осы жерде қыз күйеулеріңіз әдемілеп торт дайындаған. Өз қолымен жасаған Тимур. Сол тортты өзі пісірген. Ортаға шақырайық, тәтті нан, тәтті торт ортаға. Бір қошемет соғып қойыңыздар. Өз жағы олады папа. Шапалақ қайда, қошемет қайда? Рахмет. Свет жағайықшы. Мынаны жағамызға сөндір свет сөндір дейді. Балдар жақсы сөндірсін дейді ол. Рахмет. Талпой сөндірді ғой. Талпой сөндірді ғой. Ал тұрыңдар, әжейдің алдына, атаның әжейдің тұрыңдар. Қараймыз.
бар да. Ең кішкентай жиын осыдан кеш. Осындай любимый ма? Ол қалай сонда любимый жақсы көрді. Кеттік 55 жасқа кіргенде ең кішкентай жиынның қолынан торт жеген тәтті дейді ғой. Рахмет музыка. Әкеле ғой, қолына әкеле ғой. Бір саусағын шығар, факюн шығарып тұрмас маған. О, бірінші әжесі емес, әжесі туған күні ғой. Ал бір шапалақ соғып қойыңдар. О, шапалақ. Екінші атасына берді, атасына аямай бердіңдер атасына. О, шапалақ соғып қойыңдар. Ал енді қадірлі қонақтар, тортты көрдіңіздер ғой. Тортты көрдіңіздер ғой. Енді көрмейсіздер тортты. Турап алдарыңыз қалып келеді. Күштер ысылай шаймен жесіздер. Bir шапалақ соғып қойыңдар той иелеріне. Жайғасай келіңіздер. Қош келдіңіздер. Қонақтар, алдарыңызға қазір торт келеді, ысылай шай келеді. Енді жаңа ғана бірінші балалар саз мектебі әдемі тілегін білдірді ғой. Жерде Сәбира Мақсатқызы бастаған әдемі ұжым болып, сол кезде айтып жатыр. Сол жерде Тимур мен Надира қызметте деп айтып жатсыздар. Енді сол Тимур мен Надираның досы келіп жатыр. Осы өмірдегі өзіміздің достарымыз. Бірінші балалар саз мектебінің ұстазы, күйші, дәулескер күйші, халықаралық республикалық байқаулардың жеңімпазы, шыңғырлаудың тумасы, руы ысық, сұр бойдақ. Ініңіз бі? Бастық қуанып отыр інім ғой деп. Ортаға шақырайық, оралған Темірғали болдарыңыз. Қошемет соғып қойыңыздар. Ал ендеше бір тамаша күйге кезек берейік. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Ал кеттік. Шапалақ соғып қойыңыздар.
тамаша. Al bir koşumuz var, koyunuzlar. Dostlarning hurmatli bir tamosha o'rtada vals bo'lsin sizlarning hurmatingizga. Ketdik al bir vals bilan. Жарасып тұр шашының түйені еркелейді даланың гүлінде әттең ай бар екен сүйгені еркелейді даланың гүлінде әттең ай бар екен Hoş geldinizler, tamamsa bir әннен кейін әдемі ысылай шайларымызды құйып қойыңыздар. Кешімізді әдемі тілекпен жалғайық. Сырттағы қонақтарымызды ішке қарай шақырайық. Енді қадірлі қонақтар, жаңа ғана керемет тілекті ауылдас достар әдемі тілегін арнады ғой. Енді келесі кезекте қаланың городской достарды ортаға шақырғымыз келіп отыр. Ортаға шақырайық. Руслан Мәншүк, Мейрам Тоты, Аяпберген Әлия, Нұрлан Мәншүк, Руслан Мәншүк, үшен Нұрлан Мәншүк бірді. Нұрлан Әлия, Қуаныш Анар, Оля деп жазып қойған екен. Ортаға шақырайық. Городской достар! Ортаға шақырамыз, кеттік. Ал шабалақ қайда городской достарға. Никто еще не знает, любит цыган Тимона.
достар, қош келдіңіздер. Сіғана да болып кетті ғой, сіғана болып кетті ғой. Келдіңіздер, тұрыңыздар ортаға. Жақындап тұр екен, бақшым жүйе. Ешкім көрмей қалады, ана құда-құдалар бар. Келдіңіздер, ортаға қарай тұрайық. Кімнен бастаймыз? Кімнен бастаймыз? Қай достан бастаймыз? Қош келдіңіздер. Ал қадірлі қонақтар, тілекті тыңдайық. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Бәріңізде бүгін осы төрге келіп жатырмыз. Енді Бекболат пен Ақмаралды көрдіңіз. Ең бірінші айтайын деген қош келдіңдер бәріңізде. Осы қуанып отырмыз. Осылай бәріңіз жиналып, осындай жақсы той кешін жасап Ақмаралға. Енді біріншіден қыз күйеулеріне рахмет айтамыз енді бәріне. Көп рахмат. Осылай анаңызға осындай той жасап, құрметтеп жатсыңдар. Енді айтарым деген Ақмаралжан, саған зор денсаулық, аманшылық. Тек мына қыздардың, балдарын, қызықтарын көріп жүре беріңдер. Бекболат екеуміз әдемі қартайыңдар дейді. Қазір айтатын бәрі осы бағана айтқан сөздерге бәріне қосыламын мен. Төрде отырған құда-құдайлар, енді сіздерге де осы қадамдарыңыз құтты болсын. Ешқашан да осы тек төрі болсын сіздің отырғандарыңыз. Баршаңызға да денсаулық, аманшылық. Тек жақсылық саған. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Бұл жерде біріншіден Бекболат, Ақмарал, құрметтеріңіз көп рахмет. Құда-құдағайлар бар, ағаларымыз бар, жеңгелеріміз бар, достарым, қыз күйеулерге де рахмет. Анасының туғанын тойлап жатқандар. Бекболат, саған көп рахмет еді. Осылай кластасында адам қатарына қосып. Құтты жасың болсын, біз келейіз. Өмірің ұзақ болсын, осылай тек. Қыздарының қызығын көріп, Бекболатпен бірге қартайып, арамызда ойнап күліп жүре бер. Жиендерің көп болсын. Бәрімізге аман жүріңдер тек. Осындай шаттық дастарханда қуанышта жиналайық. Тек достығымыз мәңгілік болды тек. Осылай жүре берейік. Ал енді құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Барлықтарыңызға көп рахмет. Құда-құдағайлар көргеніме қуаныштымын. Бекболат ауылға кеткен сендерді сағындым енді. Ол жаңағы ойбай бір қалаға келіп, құдаладым бір бас түйіспей, достарым шақырайын деп кетпейді, оны ақасы көп бар менің достарым. Ақасы ауылға қолы босамай жатқан сияқты. Колхоз дейсіз қазір. Ал енді құрметті барлығыңызға көп рахмет. Бүгін енді мына кешті ұйымдастырып жатқан қыздарыма, күйеу балаларыма көп рахмет. Сауапқа жазсын барлығыңызға да келген қонақтар. Ал енді ақас жасың құтты болсын, денсаулығың мықты болсын. Бәрі енді Бекболатты мақтап жатыр, мақта ештеңе жоқ, бәрі сенің артыңда. Енді барлығын білесіздер, мен енді бір почти 13 жыл болып қалды еді. Көрші болып, дос болып, аралас болып, тамыр құралас болып, ол менің класстастарым, мен оның класстастарымен танысып, осы Ақмаралдың класстастарымен танысып, қазір кішкене бір таныстығымыз, достығымыз кішкене үлкейіп жатыр, өрісті болып жүр. Бәрі сенің арқаң. Аты құны дос қылады. Кеше деген мына шақырмайым дегесін, ашу бар деседі. Қайбөлген басын шығарып, оны көзін ойып жоқ. Бәріміз специально тағып шығамыз деп тағып шықты. Әйді ауыз мұрнына деген жоқ бізде, келіп ойып. Ал еді, аман болыңдар, бақытты болыңдар, бәрі айтып жатыр, бір жасықта қартайыңдар деп. Енді бұрынға үйрек-үйрақта жастар кішілігінде ойнай шығып жатыр ғой. Сонда айналыңдар мәңгілікке. Ал балалардың қызығын көріңдер, өсіп жатқан жиендерінің бәрі сендерге көрісті болсын. Енді аталап әжелеп жүре берсін. Аман саулықта кездесіп, келген қонақтардың барлығына сенбей бақыт тілеймін. Жамбыл жасын тілеймін. Бәріңіз де бақытты болыңыздар. Әрбір адам бақытты болуға тиісті.
сондықтан да балдар бақытты болсын, балдар осылай қолдай жүрсін. Ал енді қадірлі қалайық. Бекболат Ақмаралдың жайған дастарханына қош келіпсіздер. Баршаңызда құдалар бар, құрдастар бар, жұмыстастар бар, ағайын тумасы бар дегендей. Жақсы кеш болып жатыр, көңіл өткізіп жатырмыз деп ойлаймыз. Жасың құтты болсын Ақмарал. Бәрі тілектер айтып жатыр ғой. Бұл сонымен кейін айтып қиындау енді. Бәрі айтып жатыр ғой. Жаңағы енді осы құттықтардың ішінде бір тілек айтқанда тұлпарың мынау деді, тұлпарың шашасына шаң жұқтырма деді ғой. Ол сенің тұлпарың Бекболат ойлайсың ба? Алдың шашасына шаң жұқтырма енді. Осы аман болса айтым, сен аман боласың. Ал балдардың қызын бірге көрейік. Осы енді мына өзім деген сол жаңғаларың жігіттім, Бекболат бастасын. Сол осында келгеннен кейін Ақмаралдың құрдастарымен таныстық енді. Өзінің құрдастар жоқ екен бергенде. Бекболат болса дәрде араластырмай ма? Осы кілең өтіріп Ақмаралдың құрдастарымен баланс қашырға қонаққа басақтар. Солармен қазір дос болып кетіп, өзіміз құрдастарымыз сияқты алып. Жетіскерлер осылай әрдайымда қолдап бірге жүрейік. Қойын қызықтарында. Құдалар сіздерге де рахмет, үлкен бастарыңа сол алыстан, жақыннан келіп жатқан. Әрдайым осы қай-қайсыңыздың шаңырағымызда осындай жақсы қуанышты тойлар бола берсін. Айым құрметті қонақтар, құдалар қош келіпсіздер. Бүгін құтты туғанын енді бағанадан бері жас тілеміз айтып жатыр. Тамақ қосыламын енді. Самұрдан еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Қайнапам деп қарай. Қайнапам. Вот так. Енді ауылдан келіп жатқан достар бар, мұнда бауырлар бар, бәріңізге көп рахмет. Неше жыл болды, кішкене словарный текст қоспайсың ба? Ақмарал Бекболат, енді бүгінгі құрметтеріне көп рахмет. Ақмарал екі есің құтты болсын. Саған әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Жаңағы айтылып отырған тілектерге қосыламын. Жүзінен күлкі кетпей, осылай күйеу баламның қасында әдемі екеуін бірдей қартайындар. Қыз күйеулерге көп рахмет. Құрметті тойшы қауым, қош келіп жатырсыздар. Бекболатпен Ақмарал дастарханына құтты жасың болсын, денің сау болсын. Өсіп жатқан балапандардың қызығын шауымен бірге көріңдер, бірге қартайыңдар бір жастықта. Әлемдегі бар жақсылық тілеймін, өзіме не тілесем, соның бәрін саған. Ғұмырлы болып осы шауымен бірге қартайыңдар. Ал енді баршаңызға да тойшы қауым дендеріңе саулық, отбасыларыңа амандық, осылай тек жақсылыққа кездесейік. Осылай бүгін мына нені ойлап шығарған осы дос қыздар. Мына достардың атына 100 мың теңге ақша. Ал өмірің аспаннан жауған қарды, аспаннан жауған жауын да осылай ақша болып сен төбеңе шашыла береді. Bir şabalası, ey papa düşük mısın? Papa düşük mü? Yıkıyoruz bir şatır bu. O, bir şabalası yok koyunca. Dostlar. Stop. Ama aynı olmuş gibi sana öldürülmeyelim mi onu? Şats gidiyorum kayda sana. Al söyle küçük gün. Dostlar. Kızıl ne giyip oturgan? Kızıl ornamenті var. А? Райса? Райса, да? Райса можно вас, да? Видите, қараңызшы қандай подарок берейін. Видите? Ей, адамдар! Шабала! Сынауылда тұратынбыз деңгейден сылауға
достар, тамаша. Керемет сізге Тифан шайдеке. Ауылда шай ішесіздер достар мен. Bir шапалақ соғып қойыңдар көп. Рахмет. Ал енді қандайлы қонақтар сәл-пәл назарымызды ортаға аударайық. Енді білесіздер ғой, әкеміз бен анамыздың Құдайдан берген 3 қызы бар. Енді осы жерде кенжетайы, папамыз бен мамамыздың кенжетайы Наз Керім қыздарыңызды ортаға шақырып келіп отыр. Bir шапалақ соғып қойыңыздар кенжетайға. Ал енді қарындасымыз барша қонақтарға мамаға артынан бер. Мама түсіп жатыр, не болып отыр деп. Ән арнайын деп жатыр ғой мама. Иә, сіз шақырып жатыр. Мамаға бір шапалақ соғып қойыңыздар. Тамаша ән болсын, иә? Бостонға деймін. Кел. Шапалақ. Алға қарай. Бәрі жаңа бір өзіңнен басталды. Сен деп жаздым алғаш өлең дастанды. Қуандым ба, өзім бар деп қуандым. Жастандым ба, өзім жоқ деп жастандым. Бәрі жаңа бір өзіңнен басталды. Жанарыңнан көрдім алғаш аспанды. Еркелесең тек өзіңе еркелеп. Жасқандым ба, бір өзіңнен жасқандым. Алғашқыдан ол да сендік сүт еді. Ақ сүт берген қашан үміт күтеді. Отанымның өзі сенен басталып, жолларыма жеткен жерден бітеді. Anamday adam bulmaydı.
Бәрі жылап. Жыламадар, маманы ұзатып атқан жоқпыз ғой. Мама туралы ғой. О, міне нағашысының атынан, кімнің атынан? Достар. Чисто қолға беруге болады еще. Достардың атынан, кіндік мама. Достар, сыгандардың атынан. Тамаша әңгіме деп жатыр, иә. Аппақ жездесін. Аппақ өзін аппақ деп айтып тұр ғой. Аппақ жездесінің атынан бір қошемет сұрап қойыңыздар. Каспий бақ қанша? 2000 теңге ақша өтіп каспийден. 2000. Оп. Достар. Достар. Мәселе бір 2000 теңге жетпей тұр еді осы құданың. О, тамаша. Құданың атынан. $2000. Бер, апатайға бер. Мектеп сүй апатай. Қайдан берді? Тамаша бір қошемет сұрап қойыңыздар. Рахмет. Ал, жайғасып сусындарыңыздар алып қойыңыздар тегістегі. Сылайын. Сюрприз болды. Күшті. Бірінші рет көріп тұрмын дейді, әне айтқан сюрприз болды дейді. Бір шабалақ сауып қойыңыздар. Наз керім қыздарыңызға. Қадірлі қонақтар, бүгінгі Ақмарал анамыздың туған күні құтты болсын деп бір қаттырақ шабалақ қойыңыздар. Рахмет. Енді қадірлі қонақтар, әр нәрсе өз уақытымен болу керек, білесіздер ғой. Уақытымызда біразға келген екен, жалпы мына қазақта айтады ғой. Сағызды көп шайнасаң, дәмі кетеді дейді. Осы кеште көп сөйлеп созып алсаң, сәні кетеді дейді. Мәнімен сәні кетпей тұрғанда әдемілеп биледік, жыладық, неше түсін істедік қой. Ойнадық, күлдік. Енді әдемі бір той иелерді рахмет тілеген айтатын кез келген сияқты. Ендеше ортаға шақырайық. Той иелері Бекболат әкеміз бен Ақмарал анамыз және де қыз күйеулері, бала шағалары ортаға шақырамыз. Ал бір қошемет соғып қойыңыздар. 7 үйрелері бар. Той иелері. Папасы шықпайсың ба? Балаға көмектеспейсің ба? Кеттік ал қос музыка. Шабалақ қайда? Екеуі көшеде кездесіп қалса деп бет-беретін сияқты. Нағашыдан жатқан ғой, маңыз. Нағашысы ғой, дұрыс қой. Нағашыдан үйреніп алған ғой бәрін. Дұрыс қой, папаны үйреніп жатыр, нағашыдан. Сен де үйрену керексің. Тамаша, қош келдіңіздер. Бері қарай тұрайық келдіңіздер, бәрі көрсін да. Жақынырақ тұрыңыздар. Ал енді осы той иелеріне бір шабалақ соғып қойыңыздар, папа мама құтты болсын тағы да. Қалай жасайық енді? Балдар сөйледі. Сосын асықпай екеуін стойчиксін қоясыңдар ғой, сосын мана соңында сүйетіңіз бар. Кәді сықып жүреміз ғой. Кеттік. Балама құтты дейік бірінші. Апырасың. Енді не істейміз? Не істейміз? Құрметті тойшылар, баршаңызға қош келдіңіздер. Бүгін мама 55 жас мерейтойымыз, туған күніңіз құтты болсын. Енді деніңіз сау болсын. Папа екеуміз бір жастықта әдемі қартаймыздар.
Мен сізге тілейтінім тек қана бар жақсылық. Тойыңыз той қылысып, жүз жасаңыз. Барша қонақтар, баршаңызға тілейтінім тек денсаулық. Көргеніңіздер осы той болсын, еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын. Қош келдіңіздер. Құрметті қонақтар, енді бұл жерде бөтен ешкім жоқ, барлықтарыңыздар қош келдіңіздер. Біздің енді осы кішігірім жасаған осы анамызға деген ақтастарханымызға осы алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көптен көп рахмет. Енді мама деп айтып көрген жоқ екен. Иә, айтайын деп жатырмын енді мама. Енді жасыңыз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын, ауырмаңыз. Осылай әрқашанда біздің ақылшымыз болып, папа екеуміз дейтін. Біздің осы қуанышымызды бөлісіп жүре беріңіздер деймін. Бір жастықта әдемі артайып жатсын сіздерге тек. Осы біздің қызығымызды көріп, жиендеріңіздің бөлмей жүргеніңіздер деймін. Енді барлықтарыңызға тағы да қош келдіңіздер. Барлықтарыңызға осындай жақсылық, қуаныш тілеймін, дендеріңізге саулық тілеймін. Жұмыстарыңызда табыс, осы көрген ұрпақтарыңыздың қызығын бірге көріп, осы дос құрбы болып, бір-біріңіздің шашпауларыңызды көтеріп, осылай жүре беріңіздер. Орталарыңыз азаймасын тек. Бір-біріңіздің қуаныштарыңызда жүруге нәсіп етсін, үлкен кісілеріңіз аман болсын. Осы барлық қуаныш, осы болып жатқан осы ата-аналарымыздың арқасында, үлкен кісілеріміздің арқасында бәйтерек болып отыра беріңіздер. Барлықтарыңыз енді үлкен кісілер, құдағайлар бар. Көптен көп рахмет. Қайтар тосын сый жасаймыз деп, аяқ астынан тек осы 10 күннің ішінде тек ойға келген бір не. Иә, 10 күн деп өйтіп айтып жатырмын. Мама білесіздер, жасамайын ба, керек емес деп. Мама 24-ті жақ қойды біз ауылға. Иә, 24-ті деп біз сөйтіп 24-ті ауылға бара алмаймыз. Мені 4 баламен мен қайдан барайын? Ребятки бүкілден қалып жатырық қой. Папа маманы жібереміз деп отырдық қой. Аяқ астынан енді осылай бірге болайық, бірге қуанышымызды бөлісейік деген ой келді. Мен 24 барайық та жоқ қой. Жоқ, болды. Сол көптен көп рахмет. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, бүгінгі қуанышымызға ортақтасып келіп жатқандарыңызға үлкен көп рахмет айтамын. Анашым бүгін келіп жатқан жасымен шын жүректен құттықтаймын. 55 жасында ғұмырының жақсы ана болсын. Әкетаймен бірге бақытты, біздің қызымызды көріп, күліп ойнап, ауырмай сырқамай, бір жастықта әдемі артаюды Аллах нәсіп етсін. Сіздерді қатты жақсы көремін. Жасаған жастықтарыңызды ешқашан ұмытпай, бұйырса сіздерге себеп болғаныңызға алғыс деп айта беремін. Ассалаумағалейкум, құрметті қойшы қауым, баршаларыңызға қош келдіңіздер. Осынау өздеріңіздің құрдастарыңыз, достарыңыз, құдағайларыңыздың туған күні деп келіп қалып жатсыздар. Мыңда бір алғыс, 4-5 күннің ішінде шешілген нәрсе ғой. Осыны қой жоқ демей, жақсы деп бәрі бір-бірімен сыбырласып, неше түрлі аудиозапистар келді негізі кішкене. Тыңдатамыз ба деп едім. Жәрді деді, ұят болып қалар, ренжіп қалар деді. Сол ерте бастадық, әдейі ауылдан келіп отырған достары бар, құрдастары, құда-құдағайлар қазір жолға шығады дегендей, сондықтан ерте бастап, ерте аяқтап жатыр. Көп-көп рахмет келгендеріңізге. Енді осы той болады дегеннен боларсы қызық дейді. Осыны ұйғарғаннан кейін 4-5 күннің ішінде жан-жаққа звондадым. Өзім досыма звондадым, бауырмамды. Жасылан, жерде Аслан отыр ағасы. Осы бір сөзге келмей, осы тойымды керемет қылып өткізіп беріп жатсыздар, көтермелеп. Көп-көп рахмет сіздерге. Барды сау, осы жерде сіздердің көңілдеріңізді тауып, өздері жанды дауыста ән шырқап, бәрі плюспен шырқайтын уақытта сіздерге домбырамен, баянмен ән шырқап, ән жерде сырнайы бар, кларнет дейді, неше түрлі аспаптарды көрсетіп, бар өнерлерін салып жатыр. Сіздерге деген сыйластық, ағам деген құрметтеп білем, және Әділжан ағам тұр мына жерде камерада.
Хадиша Бурдиев атындағы облыстық қазақ драма театрының жарық бүкіл спектакльдегі светтің режиссері мен үшін камераға келіп тұрып бір ауыз сөз. Кеше түнгі 12-де айттым, бірақ камера керек болып жатыр, что-то естелік болып қалсыншы деп қыздар ертең көріп отырамыз ғой дегесін. Осыны естелік қылып алып қалып жатыр. Әйтпесе 3-4 минуттық видео мобилограф дейді ғой, сондайға түсіруге болатын еді. Мен 4 сағат бойы осы камерада тұрсын деп фотоға түсіріп отырған балдары бар, Бұдабайдың еншегі Еламанның балдары. Және осы құстың ұяшығындай кішкене шапшағын Самал тойханасы, Балғайша бомбастаған ұжым барлық өзінің скидкасын жасап, жақсы тамақтарын беріп, баршында келсең самсаңды пісірем деп осыны барынша қолдау көрсетіп жатыр. Мың алғыс барлықтарыңызға. Сіздерге көп-көп рахмет. Осындай тек қана шаңырақтарыңызда той қуаныш құтты болсын. Әрдайым қолдап жүретін Жарқынай жеңеше мамам болсын мен. Бәрін бастап жүретін осы жайлап ұйт құтып бәрін. Не істейді жатсыңдар? Осылай. Ауам отырыңыздар. Ал құрметті қонақтар, барлықтарыңызға қош келдіңіздер. Алтын уақыттарыңызды бөліп, жұмыс уақытына қарамастан, кешкі уақытқа да қарамастан келіп жатсыздар. Ата-анамызды сыйлағандарыңызға Алла разы болсын. Барлықтарыңызға көптен көп рахмет. Бағанадан бері айтып жатқан барлық жақсы тілектер қабыл болсын деймін. Араспен атты келдік бізге. Рахмет. Үлкен штақаға көп рахмет. Главная актриса ол кісіге қиын болған сияқты. Мамам мен папамның күнде бірге болып. Мен нағден отырып айтамын енді қазір. Мен бармайын деп қоймен, менді барам деп қалай айтамын оған. Қазір қасында отыр. Одан папаға негізі айтпағанбыз. Сосын айттым, достар қалып қоярын деп папаға шығып, сосын айттым, мә, маман келді деп түк болды. Содан деген сөйтіп кейін кетігі болып жатса айтуға бұйырмасыздар. Барлықтарыңыз орындарыңыз бөлек деп көп рахмет айтамын тағы да деген өткір жақын достарымызға, осы кешті бөлісіп келгендеріңізге. Ал мама, жасыңыз құтты болсын, ең басты денсаулық, Антремен бірге әдемі, мәнді сәнді қартайыңыздар. Біздердің қандай да бір жетістіктеріміз болса, атымыз оза шапса, қандай бүткіл жетістігіміз артында сіздердің дұғаларыңыз бен тілектеріңіз тұр. Соның арқасында барлығына жетіп жатыр, шүкір Аллаға. Енді сәл де болса өз қолымыз өз аузымызға жетіп жатқасын, осылай ата-анамызға құрмет жасайық деп, бұл ешқандай да бір андай теріс түсініп қалмаңыздар. Маған балдар осылай жасады деп айтқан әңгімеден аулақ, негізі 24-те ауылда жасайын деп отырған ғой. Осының ойлайында екінші күні жұмыс, немесе 6-ға дейін жұмыстамыз. Ауылға барып келудің өзі қиын. Екі құдағайын шақырып отыр, ана барып келудің өзі қиын. Ачоны қағада бәрі келеді екен, қағада жасап жүрекші деп. Рахмет байға рахмет, ой салып. Негізі тек екі құдасымен мұнда тек өзіміз ғана шағын караокеде адап өтейін деп отырғанбыз. Сосын деген, осылай бір жасап жүрекші, мен мама ұрысса да жасаймыз деп. Тек аяғасынан Айсенге звондадым да, сөйтіп пытыр-пытыр. Мына жақтан Мончу папаға, мына жақтан Ақты папаға бәріне тапсырдым да, бәрімен сөйлесіп. Негізі ойлағанбыз ана WhatsApp несін әзіл ретінде қоямыз деп, дайындық қалай болды деп. Барлықтарымызда исчезновение сообщение болып көп түседі ғой. Ешкімдікін ала алмай қалдым соңында. Ойбай, негізі күшті қызықты әңгімелер болып еді. Каждыйына келген. Тәтем келмей алып бүгін ауырып деген Жанболат ауылдағы. Ол бүйтіп жазып жіберіпті. Нәдік, сендер жасамай-ақ қойыңдар. Ауыл жасайын деп жатыр екен ғой, атымен оқып бәрін бүйтіп. Содан идея келді да, енді қарасам бәрінің сообщениялары күлкілі екен да. Дайындық барсы, біз бүйтеміз бе, біз сөйтеміз бе деп, сен барлығы салғым келген. Онымен барлықтарыңызда сообщение кетіп қалады екен. Саламай қалдық. Сол. Енді, мама, айтқан папайдың өзіңде жақсылық тілеймін. Енді біздердің атымыздан осы той болсын болмасын жоспардағы сыйлық бұл деген осындай үлкен той жасамасақ та, үйде болсақ та өзіміз арнап беретін сыйлығымыз бар еді. Жоспарланған сыйлығымыз. Соны табыстау. Тимурды выходы қазір. Шапалақ соғында Тимур выход жасайды. Ал бір шапалақ. Әлі. Қыз күйеулерінің атынан. Норковый шуба.
шуба ақшасын төлейтін екі бажа ғой. Молодцы, жарап тұр екеуі. Ал бір шапалақ соғып қойыңыздар. Тимурға деген жылап жүрген жоқсың ба жақын? Кредитті уақыт деген қалып деп отыр қалай. Әмір? Әмір қайда? Әмір қайда? Дейді шашты ма бірінші? Мама қысылап көтмедіңіз, ә? Мама қатты olsun. Шешмей ұстап қойыңызшы. Мынау енді сходу өтеді қазір, достарға қаратай. Ана достарға кетеді, мына достарға кетеді. Күшті олай деп тұру қазір. Кім еді? Міне кеттік ал. Нағашы әже туған күнімен құтты болсын, жерім сау, мықты болсын нағаты. Нағашы ата екеуміз аман жүр. Біз сіздерді жақсы көреміз. Қазір жоқ, папасы мен мамасы дешірават етіп тұрсыздар ғой? Бұлоттың жатықсыз тұрасыздар ғой. Қайда, кім? Әмір кәдір, картоп жарат қазір. Кеттік. Ассалаумағалейкум, барша келген қонақтар. Рахмет сіздерге осы келіп жеткен. Басы күшті болсақ та жоқ. Папасына тартқаны, папасына тартқаны. Сіз бағамыз өлі? Нормально, бас күшті кетті әмір самылы. Қайда, келесі, әмір қайда? Келе бар, кел. Су, өлейді ма, птицы счастье, кет. Қайда? Бар ма? Ал, кел, әмір, алға қарай тұр, кел. Әшесі келшеш, мамадан шубы киіп әлде қандай болып қалды ма? Беш алға қарай тұрсын күшті. О, кел. Мә деп тұр бағам, күшті. Ал кел, шапалақ! Әмина, шапалақ қошымен! Рахмет. Әмина мына жерде птица счастье деп жіберіп жатса, әмір ана жақта көз түсіп отыр осында. Ой, алдына берден болып жүр ма? Ой, бәрі. Бір қошемет соғып қойыңыздар. Әкел, микрофон. Күшті келіп жатыр. О, міне. Ал, құтты болсын. Балдар сөйлеген сияқты да? Рахмет. Рахмет, 24-де бәрін шақырып қойдық қонды. Ал келімден кісіге есік ашық. Тоғай бос. Бақытқа баруымызға болады, келімдігіндің дүре. Енді үйге де бәйін жоқ қой. Үйге 5 қолым бар, өшіңіз шалдарым солар шақырып. Сіз 5 қолымыздан соны шақырып енді. Ал енді жақсылық деймін. Мынау енді сюрпризмен өтіп кетті. Былай қысыл, өтіп кетті отыр ғой бәрінде. 24 мен жеткіздік. Яғни міне етті сой, бір сөгі соймен. Тек жақсылық тілеймін, бәріңізде осындай қуаныш болсын деймін. Бала-шағалардың қызықтарын көріп, ауырмай, сырқамай, ортамызда күліп ойнап жүре беріңіздер деймін. Құдалар қош келіпсіздер бәріңізде енді. Көп рахмет. Осылай уақыттарыңызды көріп келгендеріңізге. Өте қуаныштымын. Енді бәріміз осы біздер бір дастарханда болып жүріп қой, сосын қалмасын деп қызым өзі звондап айтқан. Енді мен папа не істеймін деп айтам, кім болды, соның бәрін шақырып жүр, бәрін шақырып соң орын болса деп сөйледі. Енді мына жерден кімге ақыл айттым ғой, 24-де ұятта ұрыс, мейрам әйелдер қош жүрейін, әсібей бар деп. Жанысың ба, үйді өзі таптап жүрген, оны не қосасың деп сөйлейді. Бұлай шақыратын ниеті бар екен. Кәбе өзі іштеңіз деп, сосын ұяттай қызыма шықтым.
Бит осылай кімдерге звондады. И мына папа маған нөмірін лақтырайды. Мен айтамын, менде бұл данный момент нөмірі жоқ, қазір тотырамаңыздар, соны біледі. Содан алдым сөйледім ғой. Сөйтіп енді бәрімізді бір қосып алдық. Айтпесіңдер. Тек жақсылық тілеймін енді бәріңізге үйлеріңізге. Аман-есен жетіп алыңыздар. Сынбай, ештеңе алдыртпай. Тек жақсылық болсын деймін ал үйлеріңізде. Ада тоғы ойыны. Шоуның ішінен мен де кіретін бәрім жайлайды. Күй боларын қараса. Құрметті қонақтарым, тағы 2-3 сағат бұрын өз-өзіме келмей, шынымды айттым ғой, оқысып, бір тербелістер. Заң директордан сезген ғой, байқатым еңбетіме, давление көтерді ма, бірдеңе оқып кеттім негізі. Вообще мен мына кіріп келгенде ойлаған жоқ қой, енді тек қана 2 құдаға емен болады дейді ғой, 2 құдаға емен құдайды. Бір асылып, көп баласына келіп сөйдеді. Ойлаймын, оған жатқан мен бетім бәлейін, жатқан мен көзім бәлесіңдер, байламаңдар деп. Содан да кіріп келіп ашып қалғанда мен түсінген жоқ. Кісілік зат мұңғылы өтіп болатын. Даже пәтер оқылам, мас киіп алған, басқа бір бірдеме кетіп кетті. Қыздар жатысып басқа есікті вип-залдар болады, ол вип-зал деді ғой. Ең жаңа салтанаттан естіп жатыр, мынау самал екен. Маған олар Парижде. Париж, мен малайым бері қақсап кеттім. Парижге салтанаттан, самалдан оңға бұрбасында, жасымен екен әмірдің садигі, соның қасында Париж, сыртында епенек бәлдің суреті бар, қақсап кеттім. Оның бәрі кеткен жаңа салтанатты деді, самал деген көтана бол дейді. Назгер маған да айтпайды ғой, Надира. Бұрынғы дейтін кімнің... Осы самал 25 Садиқның қасына барсақ, арқасы көріп тұрдық. Ойымша жоқ, мен Садиққа тарай апарып жүрдім ғой. Мына шығады басты ғой. Қайтып сөйлеп, папасы қайда кетіп батсақ, мүжеде тұрған жоқпыз дейді. Енді шындайында тосын сый болып, мынау бір есте қаларлықтай енді. Бәрімізде үште шаңырақтарында тосын сыйлар бола берсін. Банчу тағы деген оралға келейін деп жатсыңдар ма? Бұл құшын қайда? Сен кімді отырайын деп батқан жоқсың ба? Қалада подружкаларымен дейді. Көз жоқ қайдағы деп. Бақтар Надира дейтін әкесіне дейтін. Неге? Джинсимен жетме деп айтты деп қоя. Әкетай джинсимен келме, достар ақтылық етті деп айтты деп сөйдеп айтты. Бақтар дейтін жоқ. Асен оқиды, мен ата-енем алыс қой, бара алмайды. Тек қана чисто символично екеуміз, Надира өз екі енесімен, үлкен құдағаймен, дәлі құдағаймен болады. Сосын мен ата-енем келеді, болды. Сосын асгерім болады, басқа кісі болмайды. 14-15 кісіге вип-залда қазір қойып деді ғой. Сондай енемен кеткім ғой енді. Енді рахмет, алыстан келіп жатсыңдар, наш тақада жаңа дейтін білмейді. Бейжандары бәрі тазарайды, Алла болса 24-ті көмегі болды қойады бәрі. Бәрі 24-ті келеді деп. Аншы бірін қалаға шығайын деп жатқанда кіріп шықты. Үмбілікпейді білмеді енді. Жаңа Роза құдағай қандай сюрприз болады. Бәріміздің шаңырағымызда осындай шаттық болсын, қуаныш болсын, қуаныш сәттеріміз көп болсын. Төрден алған орындарың құтты болсын. Енді бәрімізде енді жаңағыдай балалардың осындай құрметін, ата-ананы құрметтегендеріңе сондай ұрпақ тәрбиелеп отырсыздар, бәріңізде сондай құрметке лайықтысыңдар, сондай құрмет көріңдер. Енді мына 3 қызы мен 2 күйеу балама тіл көзден аман жүріңдер, ауызбіршіліктерің мол сондай болсын, денсаулықтарың зор болсын, еңбектерің жемісті болсын. Өздері жаңа Надюша айтты ғой, біз өздік ауылымызға өзіміздің қолына жетіп жатыр деп. Еңбек етіп жатсыңдар, сендер де ұрпақ тәрбиелеп отырсыңдар. Сендер де сондай ата-ана ұрпақтарынан, балаларынан сондай құрметке лайықты болыңдар. Жұптарың жазылмай, сыйластықтарың, жолдастарың мен жұбайларыңмен сыйластықтарың зор болсын, тіл көзден аман болыңдар. Жаңа Үштөкемнің сюрприз тоже қамал қалды, Назгердің шақырды, Назгердің өлі етпеді ғой, не шақырды деп. Дон батадатын бар енді ол дейтін. Одан маған бір сюрприз болды десейші. Енді. Жасылан балам қайда? Рахмет, ол дейтін, Жасылан дейтін. Осы баяғыдан Тимур мен Надираның достары любой жерде осы біздердің
қыздарымыздың сырға салуы, мейрамның қызын достарымыздың сырға салуы, құдалығы бәрін көтермелеп жүресіздер. Енді әлгі менің енем мен мамам марқұм екеуі марқұм болып кетті, солар айтады, ақ құлақты айтатын бала бола ма деп. Сондай ақ құлақ болып бәрін есінде қалдың. Енді сен де жанұяңның бақытын көріп, ұлыңның осындай құрметін көріп, ағаңа да рахмет, сенің шашбауыңды көтеріп келіп жатыр енді. Біздің мақтанышымызсыңдар, облыстық филармония әншілері деп. Әлжан тоже біздің Бекболат 50 жасында осылай түсіруге рахмет саған да. Еңбегің жемісті болсын. Жақсы күндерде амандықта кездесейік. Енді бәріңізге рахмет, бәріңізге басым дейім. Бәрекелді бір той иелеріне шапалақ соғып қойыңыздар. Мама, қуаныштарыңыз құтты болсын. Енді жаңа керемет сіздерге құрмет көрсетіп жатыр ғой. Қыздарыңыз бар, күйеу балдарыңыз бар, енді балдарым дейсіздер ғой. Оның бәрі енді шыны керек сіздің берген тәрбиеңіздің арқасы. Осы бақытты болсын ол қыздарыңыз. Жалпы мұны айтады ғой. Ата-ана өмірдегі өрнектерің, оларға басқа байлық тең деппедің. Бұл жерді қаншама рет айналсаң да, мына анаңның жүрегінде кең деппедің дейді. Әкеңнің берген тәрбиесін бере алмайды бұл өмірде еш мектебім дейді. Міне сіздердің берген тәрбиелеріңіз, бұның бәріне сіздер лайықтысыздар. Аллаға шүкір, сіздерде бәрі бар, бәрі жетіп жатыр, үй бар, машина бар, норку шубы бар. Енді тек қана Аллах тағала дос жаран құда жекжаттың алдында осындай абыройдан айырмасын дейміз келеді. Міне көріп отырсыздар, бүкіл қонақтар от души келген, ешкім кеткен жоқ. Басқа кетіп қалды ғой. Ну ладно, басқа болады ғой кетіп қалды. Қалған ешкім кеткен жоқ, көріп тұрсыздар, құрметтеп сыйлап отыр. От души рахмет деп айтамыз баршаларыңызға. Міне бұрынғы коллективіме рахмет деп жатыр. Бір шапалақ соғып қойыңыздар. Рахмет. Есучек беруге болады, оны айтты ғой. Папаға да жұмыс бар, есучек көрмепесіңдер ме? Ауылдан бес қолдап келесіздер ғой бірге жігіттер. Тамаша, той-тойға оласын. Кішкентай қызым оқу бітірсін. Сосын келесіздер ме? Тимур сияқты күшті күйеу алып болсын. Тимур болсын, Тимур ма? Күшті, мықты. Аумен деп қойыңыздар, сондай жақсы күйеу баладар болсын. Рахмет. Үшіншісі, бұт шыққан бір нервный сондай біреу тап болып жүрмесін. Осындай болсын енді үшіншісі. Тамаша, той-той болсын енді, папама қуаныш құтты болсын, тағы да сусындарыңыздар тегісте алып қойыңыздар, сосын бата, сосын бака. Берейіндеріміз берейін жоқ, қараймыз. Ал, тегісте алып, фотоға сөйлеміздер, мама. Ал, сусындарыңыздар алып қойыңыздар, қазір. Рахмет, папа, айтпақшы, 10 декабрь. Білесіз ғой, да? Бұл залдан қарай баба барсы ба? Үлкен баба келіп сұлады. Сол кезде жоқ қолан жүрмеңіз. Если что, билеттер бар, машинада жатыр. Алам билеттеріңіз болса, тойдан кейін сұраңыз. Билет жатыр. Ал сусындарыңыздар алып қойыңыздар, қош келдіңіздер. Қайқұдамыздан аламыз бата. Үлкен күшіңізден алайық, Рахмет. Аспен час қайтарымыз. Кімнен аламыз? Құдан аласың ғой. Құда? Болады ғой, да? Болады біз яқты дейді. Ал кеттік онда. Ас қайыр жіберіңіздер. Ал енді. Бата. Ал енді, құрметті қонақтар, бүгінгі кешке қош келдіңіздер. Құдағайымыздың 55 жасы құтты болсын. Асқа адалдық берсін, басқа амандық берсін. Қашанда өмір ұзағын берсін. Дендеріне саулық, бастарына амандық берсін. Ал енді қадірді қонақтар, кто хочет домой, они уходят домой, кто не хочет домой, они тоже уходят домой. Ал сау болыңыздар, той құтты болсын. Керемет хозяйкың досың, бақыт семелеп